Баршаларыңызға қайырлы таң. Бүгін таңғы асқа осындай дәмді әрі ерекше болып шығатын панкейки дайындауға кеңес беремін. Жасау жолы да өте оңай әрі тез. Ең алдымен 2 жұмыртқаға сүт, сұйық май, ерітілген сары май, қант барлығын қосып жақсылап араластырамыз. Содан соң ұн және разрыхлитель қосып, барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмау қажет, барлығы бірдей болу керек. Мінекей осындай масса шығу қажет. Қызып тұрған табамызға осылай аз-аздан құйып, екі жағын аудара отырып пісіріп аламыз. Осымен біздің панкейктарымыз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Дайындап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға ас болсын.